2 тең 0. Енді қараңыздар, осы беттеріміз арқылы шығарамыз. n1 тең n2 тең. Қараңыздар, бұл жерде қосқанда 1, көбейткенде 78 шығады. Қандай сан бар бізде? Ойлаңыздар. Бұл жерде бізде еш болады -8 бен 9 бетіне шығарамыз. Және бұл жердің алдында минус қоймай бермеңіздер. Және көбейткенде 1 болу керек. Қосқанда 1 болу керек, көбейткенде 372. Бұл жерде бізде -8 бен 9. Яғни бізде минустың мәнді қабылдамаймыз. Бізде жауабы n тең 9. Және біздің есептің жауабы 9 болып саналады. Келесі 9-да бесінші есеп. Асхана мәзірінде 7 түрлі сұйық тағам, 9 түрлі қою тағам және 4 түрлі сусын ұсынылған. Сұйық, қою және сусыннан тұратын түсті ас қанша тәсілмен таңдап алуға болады. Бұл жерде біз әр астан бір біреуден теріп аламыз. Яғни с тең 7-тен 1 көбейтілген, 9-дан 1-ін қоюынан және 4 түрлі сусыннан теріп аламыз. 4-тен 1. Яғни біз осы қазір құрастырған есептен ары қарай шығаратын болсақ, осы формула бір-біріне көбейте салсақ, біздің есептің жауабы шығады. Енді қараңыздар, тең болады. Сол 7-тен 1 алатын болсақ, оны сразу есептей салайын сіздерге. 6 факториал көбейтілген 7 бөлімінде 6 факториал, 6-тан 1 алсақ, дұрыс, 7-тен 1 алсақ 6 факториал қалады. Мұнда бір факториалымыз бірге тең, оны өзін жаза саламыз. Келесі 6 факториал қысқарады. Келесі бізде 9-дан 1 ол 8 факториал көбейтілген 9 деп аламыз. Бөлімінде 8 факториал 1, 8 факториал қысқарады 1 жойылып кетеді, көбейтілген. Келесі 4-тен 1 3 факториал көбейтілген 4 бөлімде 3 факториал деп аламыз. Яғни 4-тен 1 3 факториал қалады, және мұнда 1 факториалдың өзі бірге 3 факториал 3 факториал қысқарады, бізде 4 қалады. Енді бізде неше болады? 7 9 4. Мұнда бізде 252 деген мән шығады. Есептің жауабы бізде 252. Мұнда орттан осылай шашып кетті бізде. Келесі бізде оқушылар сіздерге бастапқы есепті түсінікті деп ойлаймын. Және жолдармен көрсетіп жатырмыз. Келесі 9-дағы есепімен жазып отыратын болсақ уақыт көп кетеді. Сондықтан сіздерге мен өзім дәптерге шығарып сіздерге суретпен түсіндіретін боламын. Бірінші есеппен бізде с тең 2n плюс 1-ден n минус 1-ді бөлеміз. с 2n және n плюс 1 тең болады 3-тен 5-ке деп тұр бізде. Енді бұл жерде форманы өзіне саламыз. Егер форманы өзіне салатын болсақ, SN-нің формасы, қайталанбайтын формасы салатын болсақ, бізде мына өрнекті алатын боламыз. 2n плюс 1-дің факториалы бөлімінде n минус 1 және шақшаның ішінде 2n плюс 1 оған n минус 1-дің факториалы бөлінген. Келесі SN-ді алатын болсақ, 2n факториалы n плюс 1-дің факториалы 2n алынған n плюс 1. Енді бұны ары есептейін, тең 3-тен 1 және ары есептейтін болсақ, бұл жерде бізде 2n плюс 1 және бөлімде біз жақшаны ашатын болсақ, және осы жағдайға келетін болады. n минус 1-дің факториалы көбейтілген плюс 2-нің факториалын. Бұл жерде бізде факториалына тең болады. Енді келесіде n плюс 1-дің факториалы көбейтілген n минус 1-ның факториалы бөлімде 2n факториал тең болады 3-тен 5-ке. Келесі біз бірділерді қысқарт тастаймыз. n минус 1 факториал мен n минус 1-дің факториалын қысқарт тастаймыз. Енді бізде қалғанын жазып аламыз. 2n плюс 1-дің факториал бөлімінде n плюс 2-нің факториалы көбейтілген n плюс 1-дің факториал бөлімінде 2n факториал. Енді қараңыздар оқушылар, бұл жерде біз 2n плюс 1-дің факториалын және көбейтілген 2n-нің факториал деп жаза аламыз. Сондықтан бұл жерде
экенің факториалы мен экенің факториалын қысқартамыз. Және бөлімінде n плюс екенді дәл осылай жазып жаса аламыз. Және бұны жақсан ашып шығатын болсақ, дәл осы өрнек шығады. Енді n плюс 1-дің факториалы мен n плюс 1-дің факториалын қысқарттық, тең 3-тен 5. Енді қалған мәндер бізде n плюс 1 бөлінген n плюс 2 тең 3-тен 5 болады. 3-тен 5 болады. Бұны біз ары қарай есептеп алатын болсақ, 6n плюс 3, 5n плюс 10. Және бұл жерде ары қарай n табатын болсақ, n бізде нешеге тең болады? n 7-ге тең болады. Келесі есепті қарастыратын болсақ, бұл келесі екінші есепте біз қайталанбайтын орналастыру формуласы аламыз. Бұны да оқушылар бастапқыдай барлығын есептеп шығардық. 2x плюс x минус 1, a 2x және x плюс 1 тең 30-дан 1. Енді бұның барлығын біз есептің барлығын және форманы орнына қойып сіздермен есептеген болатынбыз. Және осыны қарап сіздер түсініп алсаңыздар болады. Мен сіздерге барлығын ашып көрсетіп қойғанмын. Енді қараңыздар, 2x плюс 3-дің факториалын біз мына түрде жаза аламыз. Және бұны жақшаны барлығын аша алатын болсақ, бізде осы шығады. Сондықтан келесі x минус 1 бөлінген 2x факториал, және бізде бірдейлерін біз қысқартып тастаймыз. Және қалғаны бізде осы ұзақ мән болды. Және бұл ұзақ мән. Енді осы амалдарды орындайтын болсақ, бізде осы x-дің 4 плюс 9x куб 266x квадрат плюс 504x минус 180 тең 0. Яғни бізде x тең минус 1-ге тең болды, және бізде бұл мәнді біз ала алмаймыз. Келесі үшінші есеп, бұл жеңіл есеп. Кішкене алдыңғы екеуіне қарағанда жеңілдірек. С n-нен 2 көбейтілген. Бұл жерде бізде с n-нен 2 тең болады 32-ге. Және осыны дәлелдейтін боламыз. Және формула қоятын болсақ, n факториалы 2 факториалы көбейтілген n-мен факториалы көбейтілген n факториалы n-мен факториалы тең 32-ге. Және бірделерін ашып алғанда бірделерін қысқартып тастаймыз. Бірделерін қысқартып қалғандарын дәл осылай жазып аламыз. n квадрат минус n деп аламыз. Тең 32 және 2-ні бөлімде 2 факториалымыз 2-ге тең, 32 көбейтілген 64-ге тең болды. 64-ге тең болды. Енді осы n квадрат минус n-нің квадраты деп аламыз. Яғни енді бұларды квадраттарын алып тастайтын болсақ, n квадрат минус n тең 8-ге тең болады. Дискриминантын есептеп аламыз. Осыны дискриминантын есептейтін болсақ, төбірасы 33-ге тең болады. Төбірасы 33-тен шыққанда төбірасымен аламыз. Яғни бізде мән осы x1, x2-міз осы мәнге тең болды. Құрметті оқушылар, біз соңғы есептерді және жылдам әрсіз сіздерге көрсетіп жатырмын қазір. Енді алдыңғы есептерді мен жазып сіздермен бөлістім. Енді құрметті оқушылар, келесі тобының есептеріне шығаратын боламыз.